Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында шашлик жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Маған қажетті заттарымыз, бізде қонақ келіп жатқандықтан 10 кило фарш алдық. Бұл фаршымызға 3 нанымызды, 4 бас пиязымызды, шашликтің дәмдеуіштерін, қара бұрышты қосып өткізіп, жақсылап араластырып, холодильникке 45 минутқа қойып қоятын боламыз. Достар, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Қоңыруша белгісін басып кетсеңіздер, алдағы уақытта қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Сол кезде бірінші болып сіздер көретін боласыздар. 45 минуттан кейін фаршымызды алып, осылай палочкаларға барлығын тізіп жайғастыратын боламыз. Қолымыздың көмегімен қолымызды суға батырып алып, фаршымызды, мұздай фаршымызды осылай мыжылап отырып палочкаларға тығып шығамыз. Қатты қалың да болып кетпеу керек. Өте дәмді, тойымды болып шығатын шашлик жасап көрсеңіздер болады. Тағы біреуін жасап көрсетейін. Холодильникке салып мұздатып алсаңыздар, шашлигіміз шоққа қойған кезде түсіп қалмай әдемі болып пісетін болады. Сол үшін шашлик дайын болғанға дейін осылай жасап холодильникке салып қоюларыңызды сұраймын. Қатты қалың да болып кетпеу керек. Достар, Instagram парақшамда да қалдырып кеттім. Ол жаққа да өтіп көрсеңіздер болады. Және де YouTube-қа кіріп, Сандуғаш Шембаева деп жазсаңыздар, менің каналым шығады. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Міне шашлигіміз уже дайын. Осылай барлығын жасап дайындап қойдық. Далада бізде шоғымыз қызып дайын тұр. Оған дейін холодильникке кішкене қойып алсаңыздар болады. 15-20 минутқа кейін далаға алып шығып, шашлигімізді пісіре береміз. Қызып тұрған шоққа барлығын біртіндеп қойып шығамыз. Қып-қызыл болғанға дейін пісіріп аламыз. Шашлигіміз 15-20 минутта пісіп қалады. Достар, дастарханға тарта берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шықты. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Менімен бірге болғандарыңызға алғысым шексіз.